Сәлем достар, бұл видеода Windows-ды флешкаға жүктеуді көрсетемін. Ал сіздер тіркеліп, лайк қойыңыздар. Ең алдымен браузерге скачат Windows 10 драйверами деп жазып іздейміз. Операциялық жүйенің толық сипаттамасын оқимыз, қандай разряд және қандай архитектурада жасалған мұқият қараймыз. Одан кейін тапқан Windows'ты компьютерге жүктейміз. Жүктеу әдісі торрент бағдарламасы арқылы болады. Торрентте жүктелген соң Ultra ISO бағдарламасын ашып ішіне жаңағы жүктелген Windows'ты қосамыз және таза бос флешканы дайындаймыз. Самозагрузканың ішінде записать образ жесткого диска басамыз. Флешканы тағы бір рет тазартып, записать басамыз. Төзімділік ұстап, сабырлы болып жазу процесін күтеміз. Оған шейін YouTube қолдап, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Флешкаға жазылып бітті. Енді флешканы ашып тексереміз. Енді Windows'ты керек кезде орната аласыздар. Осымен видео соңына жетті.